Ассалаумағалейкум, құрметті ғылым және ауыл арнасының көрермендері. Сіздер бұдан біраз уақыт бұрын Қазақстандағы және әлемдегі ешкі шаруашылығы атты талдау видеомызды көрген боларсыздар. Сол видеоның екінші бөлімі Қазақстандағы ешкі шаруашылығы жайлы болмақ. Ескерту: біз бұл видеода ірі фермалар мен агрохолдингтарды сүлікше сорып отырған аға көкелердің қолдауымен құрылған шаруашылықтар жайлы айтпаймыз. Шынайы, қазіргі нұрланған Қазақстандағы ауылдағы және қала маңындағы ешкі шаруашылығы жайлы айтатын боламыз. Олай болса, біз бастаймыз. Бізде ең әуелі шаруашылықты барлау жүйесі дұрыс емес екендігі анық көрінеді. Ауыл шаруашылығы ол да бизнес. Бизнес бастамас бұрын бизнеске шолу, барлау жасап, кішігірім бизнес план жасап көрейік. Мысал, бір ешкі күніне 4 литр сүт береді. Литрі 400 теңгеден күніне 1600 теңге. 30 күнде, яғни бір айда 48 мың теңге отбасыңызға табыс түсіреді. 8 айда, яғни бір жылдық табысы 384 мың теңге. Жылдық шығыны 130 мың теңге деп есептесек, бір ешкіден жылына 250 мың теңге табыс. Ол дегеніміз 10 ешкіден 2,5 миллион, ал 100 ешкіден 25 миллион теңге. Біз бұл мысалды ойдан құрастырғанымыз жоқ. Бұл мысал YouTube желісінде бізге дейін де тарап кеткен. Шіркін-ай, бәрі осылай оңай ақ бола қойса. Алайда шынайы өмір мен кәсіп тәжірибесі бұны мүлдем теріске шығарады. Біз сүтті ешкі өсіру пайдалы емес демейміз. Керісінше, пайдалы кәсіп. Бірақ бұндай есеп-қисап жүргізу мүлдем дұрыс емес. Біріншіден, 4 литрден аса сүт беретін сүтті ешкіні ешкім сатпайды. Жалпы, жақсы ешкіні ешкім сатпайды. Сатқанның өзінде өте қымбат және ол тәуекелі жоғары болады. Алайда біз бұдан ары, яғни видеоның соңына дейін 4 литрлік сүт беретін сүтті ешкі табылды және ол қандай да бір ғажайыптармен сатып алынды деп есептейтін боламыз. Екінші бір үлкен кедергі сату жүйесі. Бір ешкінің сүтін сату қиын емес, яғни күніне 4 литр. Ол үшін сізге күніне 2 литрден сүт алатын 2 тұрақты тұтынушыңыз болса жеткілікті. Бизнестің басты шарты бойынша өзімізді тұтынушының орнына қойып көрейік. Күніне 2 литр сүт алып, 800 теңге сүтке жұмсаймыз. Яғни, бір айда 24 мың теңге біз сүт сатып алатын тұтынушымыз. Сізде айына 24 мың теңге ешкі сүтіне беретін клиент бар ма? Олай дейтінім, 10 ешкіге сондай, яғни айына 24 мың теңге ешкі сүтіне жұмсай алатын 20 тұтынушы керек. Ал 100 ешкінің сүтін сатуға кемінде 200 дәл осындай тұтынушыңыз болуы керек. Қазіргі нұрланған елімізде тіпті балаға беруге бұндай тұтынушы табу қиын екендігі айтпаса да түсінікті. Оның екінші бір амалы сүтті өңдеу. Бізге сүтті өңдеуден басқа амал қалмады. Ешкі сүтінен ірімшік, яғни сыр өте дәмді әрі бағалы болады ғой. Олай болса, сыр жасап сатайық. 100 ешкіден күніне 400 литр сүт. Ол деген сөз 60 килограмм сыр. Осы жерде үлкен бір кедергіге тап боламыз. Тазалық жүйесі, өрт сөндірушілерден алатын құжаттама, электр жүйелерін тазалық, сол сияқты толып жатқан кедергілерді есептемегенде. Біріншіден, ауыл шаруашылығы министрлігінде ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеу деген бөлім жоқ. Одан
үмітіңізді мүлдем үзуге болады. Ол индустрия министрлігінде, яғни индустрия министрлігіндегілер оған басын ауыртқысы келмейді. Ата айтып тұрғандай, индустрия олар үлкен зауыттар, фабрикаларға басты бағыты соларға қарайды да, ал ұсақ ауыл шаруашылығын өндіретіндерге бастарын қатырғысы келмейді. Неге деген сұраққа жауап беріп көрейік. Дүкен сөрелерінде 500 грамдық аса бағалы бренд ірімшіктердің бағасы 2000 теңгеден кем емес. Ірімшікті Қазақстанда жасау, оны сату неге сонша қиын? Бізде жер бар, ешкі бар, сонда ірімшік жасай алмай отырған қазақтың өзі ма? Жоқ. Байлар одан әрі байи берсін деген ұстаным біздің елді әбден тоздырып барады. Елдегі ірімшік өндірісін қолға алып, үлкен фермалар салып, оны басқару бір олигархтың қолынан келмейтіні анық. Бірақ елдегі ірімшік өндірісіне тұсау қойып, шет елден ірімшік әкеліп сату бір олигархтың қолынан келеді. Анығында солай болып тұрды. Әуел баста бір ешкіден 250 мың теңге табыс тауып тұрған тәп-тәуір бизнес еді. Иті де, биті де, жеді де. Қазіргі Қазақстандағы сүтті ешкілердің 80% сауылмайтын болып қалды. Ешкіні бағу, өсіру, төлдету, сау бір жұмыс. Ал оның сүтін өңдеу, сату бір жұмыс. Осыны қазақ түсінсе, ұғынса, жасай білсе деген біздің тілек. Біз өзіміздің сүтті ешкі фермамызда сүтті шикілей сатамыз. Сүтті тартып, сепаратордан қаймақ аламыз. Қаймағынан май жасап сатамыз. Құрт пен сүзбе жасап, оны да сатамыз. Осылайша кішігірім шаруашылықты жүргізіп отырмыз. Біздің бүгінгі кішігірім талдау видеомыз сізге ұнаған болса, онда арнамызға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қалдыруыңызды сұраймыз. Сіздің ойыңыз біз үшін аса бағалы. Көпшілік көрермендеріміздің сұрауы бойынша біз келесі видеомызды өзіміздің фермамыздағы шынайы видеомен, яғни өз ешкілерімізді, өзіміздің қалай сауатымызды жайлы түсіруді жөн санап отырмыз. Онда келесі видеода жолыққанша аман сау болыңыздар деп біз сіздермен осы видеомызды тамамдаймыз. Рахмет, сіздермен бірге болған ғылым және ауыл арнасы.